Бүгінде бейне бақылау камераларының қылмыстың бетін ашуда көмегі зор. Айталық, биылғы жылы 92 заң бұзушылық бейне бақылау камералары арқылы анықталған. Бұл туралы құқық қорғау органдарының өкілдері онлайн жиында мәлімдеді. Бүгінгі күні шаһардағы көше қылмыстарында, қоғамдық орындарда мен оқу орындарында және адамдар жаппай жиналатын жерлерде 208 сыртқы бақылау камералары орнатылған. Биыл жедел басқару орталығында 185 мыңға жуық қоңырау келіп түскен. Нәтижесінде 299 қылмыстың бет ашылыпты. Бұл ретте қаладағы бақылау камераларының көмегімен анықталған қылмыстар да бар. Бейне камералар арқылы тәртіп бұзған 152 автокөлік иесі ұсталып, оның 45-і қылмыс жасады деген күдікке ілінген. Сондай-ақ жыл басынан бері орталық қызметкерлері 20 мыңнан астам бұзақылықты анықтағандарын айтады. Соның ішінде 244 адам ұсақ бұзақылық үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Ал алкогольдік ішімдік ішкен немесе мас күйінде қоғамдық орындарда жүрген 6309 адам жаза арқалаған. Сондай-ақ 14 мыңға жуық жүргізушіге жол ережесін бұзған үшін хаттамалар толтырылды дейді мамандар. Онлайн жиынның соңында жедел басқару орталығының бастығы тікелей эфирде түскен барлық сұрақтарға жауап беріп, қала тұрғындарын тәртіп бұзбауға шақырды.